Barşаңызға қайырлы күн. YouTube kanalıma hoş geldinіздер. Бүгін мен сіздерге пирог жасайтын боламын. Рецептін бөлісетін боламын. 4 жұмыртқамды осылай жарып аламын ыдысыма. Енді кішкене қантымды салып миксермен араластыратын боламын. Осылай миксермен араластырып, қантымыз жай-жаймен қосып, негізі 3 аз қасық қант қосыңыздар. Өйткені сгущенка қосқан себепті бұл тәтті болып кетеді. 3 аз қасық қант қосып, 4 жұмыртқамызды полный араластырып аламыз. Мінекей осылай көпіріп шығады. Енді бұған 3 аз қасық май қостым. Осылай араластырып аласыздар. Және де 3 аз қасық қаймақ қостым. Қаймақ жоқ болса, сүт қоссаңыздар да болады. 3 аз қасық. Мұндағы менде разрыхитель 1 чайный ложка қостым. Осылай миксерлеп алғаннан кейін енді бір сгущенка полный қосамыз. Сгущенкамызды өте әдемі болып шықты, көпіріп. Сгущенкамызды салып, тағы да бір миксерлеп аламыз. ұн салып атырмын, міне. Ұнымызды осылай бізде мен бұл жерде 1 пиаладай ұн қостым. Енді ыдысымызды майлап, осылай ыдысымызға құйып аламыз. 150-160 градуста пісіретін боламыз 35-40 минут. Сіздерге егер ұнаса, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Және де достарыңызбен, туысқандарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. YouTube каналымның дамуына үлестеріңізді қоса жүріңіздер. Өте тәтті әрі жұмсақ пирог болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.